Сіздің миыңыз өте таңғажайып және сіз ойлап көрмеген нәрселерді жасай алады десем сенесіз бе? Егер де сізге ми туралы құпия ақпараттар және де ми тақырыбы қызықты болатын болса, онда осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бүгінгі видеода мидың сіз білмейтін неше түрлі мүмкіндіктері және олардың қабілеттері не нәрсеге жетеді, мидың екі жағының осы дамытатын болсақ, қандай нәрселер өмірімізге өзгеріс әкеледі, сол туралы айтатын боламыз. Енді өте керемет видео болатынына сенімдімін. Барлығыңызға сәлем, менің есімім Нұрберген Бақтыұлы. Жылдам оқу мен есте сақтау саласы бойынша 7 жылдық тәжірибелі маманмын. Сіздерге бүгінгі видеода өте керемет ми туралы осы уақытқа дейінгі естіп көрмеген пайдалы ақпараттарды беретін боламын. Ендеше ал бастайық біз. Ми туралы білімімізді кеңейтеміз. Көп адамдар адамның миы бір бөліктен тұрады деп ойлайды. Бірақ негізінде олай емес. Адамның миы екі бөліктен тұрады. Олар оң жақ ми және сол жақ ми. Енді осы екеуіне жақсылап тоқталып өтейік. Қазіргі мен сіздерге видеода оң және сол жақ мидың нақты не нәрселерге жауап беретіндігін үйрететін боламын. Яғни біз екіге бөліп аламыз. Мына суретте көрсетілгендей сол жақ ми бар және оң жақ ми бар. Енді біздің оң жақ миымыз сол жақ мидан қарағанда более-менее сезімдерге, әртүрлі эмоцияларға жауап берсе, сол жақ миымыз орысша айтқан кезде хладнокровный, яғни салқын қандылыққа жауап береді. Енді соның ішінде оң жақ миға кеңінен тоқталып өтейік. Негізінде оң жақ мидың атқаратын қызметтер өте көп, бірақ осы видеода сіз ең маңызды нәрселермен танысатын боласыз және де өміріңіз әлде қайда жеңілдейтініне сенімдімін. Осыларды білу арқылы сіз өте оңай нәрселерді үйреніп, кез келген нәрсеге позитивті көзқараста қарайтын боласыз. Енді оң жақ миға тоқталып өтейік ең бірінші. Оң жақ мидың ең бірінші атқаратын қызметі ол сезім. Яғни сезімдерге жауап береді. Ол сезім дегеніміз тек қана сүю, күю, ғашықтық емес, сонымен қатар әртүрлі адамның басынан кешетін сезімдері осы оң жақ миға жауап береді екен. Екіншісі идея. Идея бұл, мысалы, біреулер айтады, бизнес идея керек, біреулер идея бар, идея жоқ дейді. Негізінде адамның идея жоқ, бар болуы оң жақ миға өте тығыз байланысты. Сондықтан идеяға оң жақ ми жауап береді. Үшіншісі бұл қиял. Енді қиялдау, енді бала күнімізден бізге келе жатқан өте керемет, бізге қалыптасқан қабілеттердің бірі. Енді осы жерде қиялдаумен бірге образдар жүреді. Образ дегеніміз бұл елестету. Мысалы, әр нәрсеге өзіміздің образдарымызды береміз, иә. Мысалы, бізге бала күнімізден біреу ренжітсе, ол адам жаман, егер бізге сыйлық, кәмпит, тәтті берсе, жақсы деген сияқты образды қалыптастырып үйренеді екенбіз. Соның нәтижесінде ми, оң жақ ми образдарға қатты жауап береді екен. Одан кейінгісі бізде түс, яғни түстер дегеніміз қызыл, жасыл, көк қана емес, әлемдегі түстер, жақсы, жаман түстер. Мысалы, қып-қызыл дегеніміз жаман түс деген сияқты, жасыл, көк дегеніміз сары, позитивті түс деген сияқты тоже оң жақ ми жауап береді екен. Одан кейін барып келесісі бізде ритм. Ритм дегеніміз бұл көбінесе музыкалық аспаптарды ойнауға байланысты. Яғни бізде айтады ғой, мына слух деп жатады ғой, біреулер айтады слух жоқ екен, ата-бабамызда ешкім мынандай музыкалық аспап, домбыра, гитара тартпаған деген сияқты, бірақ оның өтірік барлығы. Негізінде біз оң жақ миды дамытатын болсақ, ритмдерді оңай үйренеді екенбіз. Соның нәтижесінде біз не істейміз? Осы оң жақ мидың жауап беретін қабілеттерін білу арқылы өмірімізді жеңілдетеміз. Яғни суық жоқ, қиялдай алмаймын, сезімдерге жауап бермейді емес, оң жақ миды дамытуға болады. Енді бізде келесі сол жақ ми. Сол жақ мида ең бірінші жауап беретіні бұл ақыл. Яғни бұл Құдайдың берген бізге ең күшті нәрсесінің, нығметтерінің бірі ақыл. Яғни жануарлардан ең басты айырмашылығымыз бізде ақыл бар. Одан кейін келесі бізде анализ, яғни есептер жүргізу. Абай атамыз айтқандай, өзімізге аптасына бір рет, айына немесе жылына бір рет есеп ал деп осы анализді айтып тұр. Үшіншісі бізде бұл логика. Логика мен анализ почти бір десек те болады. Яғни біз логикамыз арқылы өзіміз анализді оңай жасай алады екенбіз. Енді осы жерде былай айтқан кезде сол жақ миды уже түсініп тұрсыздар, сандарға, мынандай бір статистикаға, сондайға жауап береді. Келесі, мысалы, сандармен жұмыс. Мысалы, бұл жерде тек қана қосу, азайту, көбейту, бөлу ғана емес, бұл жерде біз не істейміз? Мысалы,
өз өмірімізге есептер жүргізу немесе әртүрлі есептер, сандар дегеніміз жаңа айтқандай тек қана математика плюс минус көбейту қосу емес, сонымен қатар өміріміздегі белгілі бір аптаның күндерін есептеу деген сияқты жауап берсе, келесі бізде сөздер дегеніміз бұл жерде ораторлық өнерлерге, яғни адамдармен қарым қатынас жасау өнері, адамдарды баурап алу, адамдарды өз айналамызға шоғырландыру, осы сол жақ миға жауап береді екен, көрдіңіздер ма? Яғни көбісінде оратор емес адамдарда сол жақ ми бөлігі дамымаған десек болады. Одан кейін барып бізде соңғы мына сол жақ мидың жауап беретіні есептер. Яғни есептер жаңағы айтқанымдай тек қана тригонометрия немесе логарифм или үлкен математикалық есептер ғана емес, өз өмірімізге есептер алу, сол есеппен өмірімізді жақсарту, соған да біз жауап береді екен сол жақ ми, көрдіңіздер ма? Тек қана біз тар шеңберде ойланбай, үлкен нәрселерді ойлайтын болсақ, мысалы стратегический, критический нәрселерге сол жақ ми жауап береді. Ал оң жақ ми бұл жерде жаңа басында айтқанымдай, анадай қиялдарға, сезімдерге оңай жауап береді екен, көрдіңіздер ма? Енді қарап отырсаңыздар, шынымен де бір өмірлеріңізде бір жеңілдік болған шығар, мына нәрселерді білу арқылы. Шынымен де біз қолды оңай ерте сілтемей, біз соңына дейін баруымыз керек екен, көрдіңіздер ма? Яғни біздің ақылдарымыз, анализ, логикамыз сол жақ миға жауап береді. Яғни оң жақ миымыз сезімдерге, идеяларға, қиялдарға, образдарға, түстерге жауап береді екен, көрдіңіздер ма? Осыларды білу арқылы біз басқаша сезінеміз, айналамыз өзгере бастайды. Біз анадай бір ақылды болу керек немесе бір тақта толтырып есеп шығару керек деген сияқты нәрселерді алып тастап, енді түсініп жатырсыздар, біз алдағы уақытта оң және сол жақ миды дамытатын өте керемет жаттығуларды беретін боламыз. Яғни кез келген адамға нөлден бастап кез келген нәрсені дамытуға болады. 8 қырлы 1 сырлы болуға осы оң және сол жақ миды білудің маңызы өте зор екендігін көрдіңіздер. Міне, ми туралы біздің білетініміз өте аз екендігіне көздеріңіз жеткен шығар, яғни біз соның өзінде осы айтылған ақпараттардың өзі негізінде адамның миының 0,1 бөлігі десем қателеспеймін. Себебі мынау адамдар ғарышты игеріп жатыр, неше түрлі роботтар тауып жатыр, әлемде неше түрлі ғажайып өнертабыстар ашылып жатса да, адам өзінің миын өте аз дәрежеде, процентте, пайызда зерттеу жасап жатқанын біз байқаймыз. Сондықтан білетініміз көп болсын, білмейтінімізге ізденейік. Ендеше келесі видеода кездескенше, мені жоғалтып алмас үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі пайдалы видеода өте керемет ақпаратпен бөлісетін боламын.